сендермен көкөністер әлемімен танысатын боламыз. Дайынсыңдар ма, балақайлар? Саяхатымызды бастамас бұрын біздің видеоларымызға лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңдар, балалар. Көкөністер керемет, бізге күш пен қуат береді. Бұл сәбіз ғой, пайдасы оның зор ғой. Ұзын, қызғылт сары ғой. Сәбіз жесек күшті боламыз. Денсаулыққа ол өте пайдалы, және дәрумендерге бай. Бұл қияр ғой, өзі жасыл, сопақ, әрі дәмді ғой. Қияр суға бай екен, бізді сергек қылады екен. Оны білесіңдер ме? Ал бұл қызанақ, ол домалақ, қып-қызыл, өте тамаша ақ. Қызанақта толы дәрумен, күш береді ол бізге кен. Бұл картоп қой, домалақ, бірақ қатты әрі қоңыр түсті. Картоп бізге қуат берер, қарнымызды тойдырар. Картоптан сенің жақсы көретін фрин жасалады. Ал бұл пияз ғой, иісі бар, дәмді, бірақ кейде көзді аштады. Пияз бізді қорғайды, суықтан сақтайды. Ал бұл қырыққабат қой, жап-жасыл домалақ, әрі өте пайдалы ғой. Қырыққабат дәруменге бай, денемізге күш қуат береді. Көкөніссіз дәм жоқ қой, тамақ дәмді солармен. Бұл жүгері сап-сары ғой, ұзын әрі өте дәмді ғой. Жүгері де қуатқа бай, қарнымызды жақсылап тойдырар. Бұл сарымсақ, қызық иісі бар, денсаулыққа мықты күші бар. Сарымсақ бізді қорғайды, онымен ауырмаймыз біз оңай. Ал бұл тәтті бұрыш, түрлі түсті, қып-қызылда, сарыда. Бұрышта А және Б дәрумендері бар, бізге ұзақ уақыт қуат сыйлар. Бұл брокколи, түрі оның ағаштай, жасыл әрі пайдалысын ай. Бұл баклажан, ұзын ғой, күлгін түсті сұлу ғой. Баклажан жүрекке пайдалы өте. Бұл асқабақ, домалақ, сары, үлкен тәтті ақ. Асқабақ көзге пайдалы, ұйқымызды жақсартады. Көкөністер ағзамызға өте пайдалы, біздің иммунитетімізді қорғайды. Ал бұл қызылша, қызыл ғой, домалақ, әрі сондай пайдалы ғой. Қызылша қанға пайдалы, күш береді баршамызға. Балалар, көкөністерді жаттап үлгердіңдер ме? Қане тағы бір қайталап шығайық. Кеттік. Бұл сәбіз ғой, пайдасы оның зор ғой. Ұзын, қызғылт сары ғой. Сәбіз жесек күшті боламыз, денсаулыққа ол өте пайдалы, және дәрумендерге бай. Ал бұл қияр ғой, өзі жасыл, сопақ, әрі дәмді ғой. Қияр суға бай екен, бізді сергек қылады екен. Оны білесіңдер ме? Ал бұл қызанақ, ол домалақ, қып-қызыл, өте тамаша ақ. Қызанақта толы дәрумен, күш береді ол бізге кен.
картоп. Картоп қой, домалақ, бірақ қатты әрі қоңыр түсті. Картоптан сенің жақсы көретін фрин жасалады. Картоп бізге қуат берер, қарнымызды тойдырар. Көкөністер ағзамызға өте пайдалы, біздің иммунитетімізді қорғайды. Ал бұл пияз. Пияз ғой, иісі бар, дәмді, бірақ кейде көзді аштады. Пияз бізді қорғайды, суықтан сақтайды. Ал бұл қырыққабат қой, жап-жасыл домалақ, әрі өте пайдалы ғой. Қырыққабат дәруменге бай, денемізге күш қуат береді. Жүгерері де қуатқа бай, қарнымызды жақсылап тойдырар. Бұл жүгері сап-сары ғой, ұзын әрі өте дәмді ғой. Бұл сарымсақ қызық иісі бар, денсаулыққа мықты күші бар. Сарымсақ бізді қорғайды, онымен ауырмаймыз біз оңай. Көкөністер керемет, бізге күш пен қуат береді. Ал бұл тәтті бұрыш түрлі түсті, қып-қызылда, сарыда. Бұрышта А және Б дәрумендері бар, бізге ұзақ уақыт қуат сыйлар. Бұл брокколи, түрі оның ағаштай, жасыл әрі пайдалысын ай. Бұл баклажан, ұзын ғой, күлгін түсті сұлу ғой. Баклажан жүрекке пайдалы өте. Бұл асқабақ, домалақ, сары, үлкен тәтті ақ. Асқабақ көзге пайдалы, ұйқымызды жақсартады. Ал бұл қызылша, қызыл ғой, домалақ, әрі сондай пайдалы ғой. Қызылша қанға пайдалы, күш береді баршамызға. Көкөністер ағзамызға өте пайдалы, біздің иммунитетімізді қорғайды. Видеомызға лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңдар достарым. Көкөністер керемет, бізге күш пен қуат береді. Көкөніссіз дәм жоқ қой, тамақ дәмді солармен. Біз сендерді жақсы көреміз, келесі кездескенше кішкентай достар. Сау болыңдар балалар, біз сендерді жақсы көреміз.